Сәлем достар, мен бүгін бұлшықет жүйесі туралы сіздерге ақпарат беретін боламын. Сіз арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұлшықет жүйесі ол адамда барлық омыртқалы жануарларда және омыртқасыздардың көпшілігінде қозғалыс қызметін атқарады. Бұлшықет жүйесін миология деген ілім зерттейді. Адамда 400-600 бұлшықет болады. Еркек салмағының 40-44% бұлшықеттен тұратын болса, әйел адамның 30% бұлшықеттен тұрады. Бұлшықет ұлпасы 3 түрлі болады. Көлденең жолақты, бірыңғай салалы, ерекше құрылысты еттер. Барлық бұлшықеттің өзіміздің сүйектерімізде, ағзамызда орналасатын өз орны бар. Оларға барлығына жеке тоқталып түсіндіретін боламын. Және де мына фотоны үлкен екіге бөліп көрсетемін, өйткені жазулары сіздерге көрінбеуі мүмкін. Бірінші арқа еттеріне тоқталамыз. Арқа еттері өз екі түрге бөлінеді. Беткейдегі арқа еттері, тереңдегі арқа еттері болып. Беткейдегі арқа еттері 6 түрлі болады. Өте жалпақ ет, трапеция еті, ромб еті, жауырын көтеретін ет, жоғарғы тісті ет, төменгі тісті ет болып. Өте жалпақ ет ол мықын сүйектен қар сүйекке дейін аралықта болатын бұлшық ет. Яғни сіздер бұл жерде жалпы адамның қаңқасын білулеріңіз керек. Мықын сүйек дегеніміз ол аяқтың жамбас дейміз ғой. Сол жамбастан жоғары қарай қар сүйекке, яғни біздің тоқпан жілігімізге келетін бұлшық етті осы өте жалпақ ет деп атаймыз. Екінші түрі трапеция еті. Ол шүйдеден жауырынның медиал қырына, яғни жауырынның ішкі бетіне, одан кейін кеудеден омыртқаға дейін болатын бұлшық ет. Яғни ол өзі трапеция тәріздес бұлшық ет болғаннан кейін трапеция еті деп атайды. Достар, фотоларға мұқият қарасаңыздар, барлығының мен айтып жатқан ақпараттардың қай жерде қандай екені орналасып тұр, және де толығымен бұлшық еттің атаулары жазылып тұр. Ал келесі ромб еті. Ромб еті мойын омыртқадан жауырынның медиал қырына дейін ғана болады. Төртінші түрі жауырын көтеретін ет. Шүйдеден жауырынға дейінгі аралықта болады. Бесіншісі жоғарғы тісті ет. Ол екі мойын омыртқадан, екі кеуде омыртқадан төртінші қабырғаға келіп бекиді. Ал төменгі тісті ет керісінше екі кеуде омыртқадан, екі бел омыртқадан бірігіп 4 қабырғаға келіп бекиді. Енді арқаның терең еттері, ол латериал ет, шүйдеден құйымшаққа дейін тікелей омыртқамен болатын бұлшық ет, және де қалың ет болып келеді. Медиал ет әр омыртқаның арасында көлденеңінен болатын бұлшық ет. Яғни латериал тік болатын болса, медиал көлденең болып есептелінеді. Енді бұлшық еттің екінші бөлігі кеуде еттеріне тоқталамыз. Кеуде еттері де беткейдегі еттер, тереңдегі еттер болып екіге бөлінеді. Беткейдегі еттер өзі 4 түрлі: кеуденің үлкен еті, кіші еті, және бронежилетті еті, және де бірінші қабырға астындағы қалың ет, бұғана астында орналасқан ет болып. Кеуденің үлкен еті төстен, 7 қабырғадан, иықтан асып өтіп жауырынға дейін болатын болса, кіші еті төстен 5 қабырғадан қар сүйекке дейін барады. Және де бронежилетті еті 9 қабырғадан алынып, қолтықтың астынан өтіп жауырынға дейін болады. Кеуденің терең еттері 2 түрлі болады: сыртқы қабырға аралық еттер және де ішкі қабырға аралық еттер. Сыртқы қабырға аралық еттер жиырылған кезде бізде кеудеміз кеңейеді, қысым төмендейді, ауа ішке түседі. Ал ішкі қабырға аралықта керісінше, етіміз жиырылғанда кеудеміз тарылады, қысымымыз жоғарылайды, ауа сыртқа қарай шығады. Үшінші бөлім іштің еттерде 5 түрлі ет болады.
яғни сыртқы қиғаш ет, ішкі қиғаш ет, тік ет, белдік ет, шаршы ет болып. Қиғаш ет ол бір мықын сүйектен алдыңғы қабырғаға келетін ет болса, ішкі қиғаш ет шат сүйектен артқы қабырғаға келетін ет. Тік ет дегеніміз семсер өсіндіден шат синтезіне дейінгі аралықтағы ет, ал белдік ет бел омыртқалардан іштің алдына бір-бірімен бірігеді. Шаршы ет екі бүйрек тұсындағы қалың ет. 5-ші бөлім мойын еттері. Беткейдегі тереңдегі болып екіге бөлінеді. Беткейдегі ет екі түрлі болады. Платизма, яғни ол свитер жағасы тәрізді бұлшық ет деп те атайды. Тері астында кеуде шандырынан жақ сүйектің қырына қарай келетін ет. Екіншісі төстен, бұғанадан еміздік өсіндіге келетін бір қабат шандырдан тұратын ет көрсетілген. Енді мойынның терең еттері 8 түрлі болады. Біріншісі екі қарынды ет, екінші тіл асты біз, үшінші тіл асты иек, төртіншісі жақ тіл асты, бесінші төс қалқаншаға дейінгі ет, алтыншы жауырын тіл асты, жетіншісі төс тіл асты, сегізіншісі қалқанша тіл асты. 6-шы бөлім қолдың еттері. Қолдың еттері иық буынында 6 болады. Біріншісі дельта еті жауырыннан, бұғанадан қар сүйекке, екіншісі қыр үстінен қар сүйекке, үшіншісі қыр астынан қар сүйекке, яғни жауырыннан қыр үстімен қыр асты. Төртіншісі жауырыннан туберкулем майерге, туберкулем минерге, және алтыншысы жауырын асты еті. Достар, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Қар сүйектің алдыңғы еттері 3 түрлі болады, және қар сүйектің артындағы еттері 2 түрлі болады. Алдыңғы еттері екі басты, екінші түрі құс тұмсық ет, иық еті қар сүйектің төменгі басынан шыбық сүйекке дейін барады. Қар сүйектің артындағы еттер біріншісі 3 басты ет, яғни трицепс деп атайды. Қар сүйектен 3 басты болып басталатындағыны шынтақ сүйекке келіп бекиді. Екіншісі шыбықтың еті тоқпан жіліктің латерал айдарынан шыбыққа. Аяқтың еттері ішіндегілері ол 8 көз шат отырықшыдан ортан жілікке, екіншісі 8 көз үлкен отырықшы ойықтан ортан жілікке, үшінші жапқыш тесіктен ішінен барып ортан жілікке келеді. Сыртындағысы біріншісі үлкен еті бел омыртқа 8 көз мықыннан сан сүйек, яғни осы ортан жілікке, кіші ет тек мықын сүйектің сыртынан ғана сүйекке келеді, үшіншісі жапқыш тесіктен ортан жілікке, төртінші отырықшы сүйектен ортан жілік. Бастың еттеріне тоқталайын. Екіге бөлеміз: ымдау еттері мен шайнау еттері деп. Ымдау еттері бұл адамның көңіл күйінен хабар беретін болса, шайнау еттерінің 4 түрлі еті бар. Ол мускулус массетта, беттің доғасынан төменгі жақтың қырына келеді. Екіншісі мускулус темпоралис, самай сүйектің төменгі жағынан тәждік өсіндіге, үшіншісі сына сүйектен төменгі жақтың ішкі бетіне, сына сүйектен төменгі жақтың сыртына. Яғни бұл сына сүйек білеміз бас сүйектің ішінде орналасқан. Көбелек көз аймағының бұлшық еттері 11 түрлі болады. Яғни біріншісі көздің дөңгелек еті, екінші ауыз дөңгелек еті, 3 қас түйетін ет, 4 қасты көтеретін ет, 5 ұрт еті, 6 күлкі еті, 7 жоғары ерінді көтеретін ет, 8 төменгі ерінді көтеретін ет, 9 танауды кеңейтетін және тарылтатын ет, яғни мұрын, 10 желке еті, 11 құлақ еті. Осымен бізде бұлшық ет жүйесін толығымен қамтыған сабақ бітті. Сіздер арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.